Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің педагогиканы оқыту әдістемесі пәні бойынша бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы педагогика курсының құрылымы. Бұл тақырыпты меңгеру барысында келесідей сұрақтарды қарастырамыз. Педагогика курсының негізгі бөлімдері, курстың құрылымдық бірліктері, педагогика курсының мазмұны мен логикалық байланысы, оқыту мақсаттары мен құзыреттер жүйесі, педагогика курсының мазмұнын жаңарту мәселелері қарастыратын боламыз. Жалпы, құрметті студенттер, біздің дәрісіміздің мақсаты педагогика курсының құрылымдық бірліктерін талдау, курстың логикалық ретін және өзара қатынасын түсіну, оқыту мақсаттары мен кәсіби дағдыларды қалыптастыру, қазіргі талаптарға сәйкес курсты дамыту жолдары. Педагогика курсы дегеніміз не? Бірінші, осы сұраққа жауап бере өтейік. Педагогика курсы дегеніміз болашақ педагогтарды кәсіби даярлауға бағытталған теориялық және практикалық мазмұнды қамтитын оқу пәні. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз тәрбие мен оқыту, дамыту және білім беру үдерістерінің ғылыми негіздерін үйретеді және мұғалімдік қызметтің іргетасын қалайды. Педагогика курсының негізгі бөлімдері теориялық негіздер. Ол жерде педагогиканың ғылыми әдіснамалық базасы мен негізгі ұғымдарын үйретеді. Дидактикада оқыту процесінің заңдылықтары, қалай оқытамыз, нені оқытамыз дейтін сұрақтарға жауап бере отырып, әдістері мен технологиялары қарастырылады. Педагогикалық технологиялар, яғни қазіргі инновациялық әдістер мен цифрлық құралдар жайлы оқытады. Тәрбие теориясында тұлғаны қалыптастыру, дамыту және тәрбиелеудің негізгі принциптері мен әдістерін қарастырады. Білім беруді басқару бөлімінде білім беру жүйесін ұйымдастыру және бірқатар процестермен, басқару процестеріменен таныстырады. Ұлттық педагогика деген бөлімінде біздің өзіміздің қазақи ұлттық тәрбие негізінде білім береді. Педагогика ғылымының тармақтары, яғни тармақтарына келетін болсақ, алдарыңыздағы слайдта көріп отырғандарыңыздай, педагогика тарихынан бастап, сонау салыстырмалы педагогика, жалпы педагогика, этнопедагогика, түзету педагогикасы, жас ерекшеліктер педагогикасы, әлеуметтік педагогика сияқты тармақтары бар. Енді модульдік құрылымдарына келетін болсақ, жалпы курстың құрылымдық бірліктері, яғни курс модульдік құрылым бойынша ұйымдастырылады. Ол дегеніміз модуль, тарау, тақырып, сабақ және бақылау түрлері ретінде. Жалпы модульдік жүйенің артықшылығы, құрметті студенттер, ол материалдың жүйелі ұйымдастырылуы, логикалық ретпен байланысуы, икемді оқыту мүмкіндігін береді, өзіндік жұмысты ұйымдастыруда процесті бақылаудың жеңілдігін береді. Ең басты артықшылықтары осыда. Енді курстың мазмұндық логикасына келетін болсақ, курстың мазмұндық логикасы теориялық ұғымдары, оқыту процесі, тәрбие мазмұны, тәжірибелік қолданудан тұрады. Яғни бұл жалпы курстың мазмұндық логикасы бірқатар бөлімдер өзара логикалық ретпен байланысады да, теориядан практикаға көшуді қамтамасыз етеді. Атап айтатын болсақ, педагогиканың негізгі категориялары, принциптер, жеке заңдылықтарды теориялық ұғымда қамтисыздар. Ал енді дидактикалық принциптер, әдістер және оқыту технологиялары оқыту процесінде жүзеге асырылады. Тұлғаны қалыптастыру мақсаттары, міндеттері және бағыттары тәрбиенің мазмұнында айтылатын мәселелер. Енді тәжірибелік қолдану кезінде
кәсіби қызметте педагогикалық білімді іске асыру жүзеге асырылады. Енді құзыреттілікке бағдарланған тәсіл бойынша құзыреттілікке бағытталу ол бізде курс студенттерінің құзыреттіліктерін келесідей құзыреттіліктерін қалыптастырады. Яғни теориялық әдістемелік, кәсіби тәжірибелік, коммуникативтік, рефлексивтік, цифрлық құзыреттер, иә. Коммуникативтік құзыреттерде, яғни қарым-қатынас құзыреттер, иә. Оқушылар мен ата-аналар мен жеке адамдармен тиімді қарым-қатынас байланыс жасау. Тәжірибелік құзыреттерде оқыту мен тәрбие процесін тиімді ұйымдастыру дағдыларын бойынша жүзеге асырылады. Теориялық әдістемелік құзыретте педагогикалық теорияларды білу, талдау және қолдану қабілеті. Цифрлық құзыретте қазіргі өздеріңіз білесіздер, заманауи білім беру үдерісінде әртүрлі технологияларды қолдану. Рефлексивтік құзыретте өз қызметін талдау, бағалау және жетілдіру қабілеті. Енді курсты жаңа біз жоспарымызда айтып өттік. Курстың жалпы қаралатын сұрақтардың бірінде курсты мазмұнын жаңғырту мәселелері айтылған болатын. Яғни заманымыздың талабына орай, қазіргі талаптарға сай инновациялық технологияларды қолдану мәселесі, цифрлық білім беру, инклюзивті орта, құндылыққа негізделген білім негізінде қазіргі талаптардың негізгісі болып табылады. Яғни жаңа педагогикалық әдістер мен тәсілдерді енгізу, ол бізде инновациялық технологиялар, иә. Онлайн платформалар, интерактивті құралдар және ресурстар, барлық балаларға тең қолжетімді білім беруді қамтамасыз ету инклюзивті ортада қарастырылады. Адамгершілік, азаматтық және ұлттық құндылықтарды дарыту, осының барлығы құндылыққа негізделген білім. Ең маңыздысы біздің елімізде жалпы орта білім беру, кәсіби және жоғарғы мектептің дамуы педагогикада жаңа мәселелердің туындауына әкеледі. Яғни педагогика курсы бұл сонымен болашақ мұғалімнің кәсіби ортасын, кәсіби іргетасын қалыптастыруға, онсыз жаңағы мұғалімдік қызметтің философиясын, мақсатын, тәсілдерін түсіну мүмкіндік емес екендігін түсіндіреді. Иә? Сонымен бірге педагогика курсының жаңа жаңғырту қажеттілігі деп айттық қой. Қазіргі талаптарға сай жаңа педагогикалық технологияларды, цифрлық білім беру, инклюзивті орта, құндылыққа негізделген білім мазмұнына енуі тиіс деп өттік. Осыған орай курстың өзіндік орны ол болашақ мұғалімнің кәсіби іргетасын құруға негізделетін болса, біз оқу пәнінің мазмұнына педагогикалық ғылым ретінде дамуы әсер ететіндігін айтқымыз келеді. Яғни біздің еліміздегі осы орта болсын, кәсіби болсын, жоғарғы оқу орны болсын, педагогиканың дамуында жаңа мәселелердің туындауына, оның әрі қарай дамуына әкеледі. Яғни ол теориялық біздің базамызды, практикалық дағдыларды, кәсіби өсуімізді атап айтатын болсақ, педагогикалық ғылымның дамуы менен негізгі категорияларын меңгеру теориялықтың базалықтың бары көрініс табады. Ал оқыту мен тәрбиелеудің тиімді әдістерін қолдану ол практикалық дағдыларда. Яғни теорияны біз оқып, теориялық білімді алғаннан кейін оны практикада дұрыс пайдалана білу, яғни практикалық дағдының болуына әкеліп саяды. Ал енді кәсіби өсуімізге осы теориялық білім менен практикалық дағдының қосындысында үздіксіз білім алуда және педагогикалық шеберлікті жетілдіруде көрініс табады. Яғни
Құрметті студенттер, педагогика курсы болашақ педагогтардың, яғни сіздердің кәсіби қалыптасуыңызға шешуші рөл атқарады және де білім беру жүйесінің сапасын арттыруға әбден үлкен үлес қосатыны сөзсіз.